Сәлем достар, бүгін пеште балық пісіреміз. Бізге балықтың филесі қажет. Тұз, бұрыш, тмин, чеснок 1-2 дана, имбир 20 грамм және 30 грамм оливковый сұйық майы керек. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді маринадымызға балықтың филесін салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бетін жауып 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Балық маринадталып болды. Енді балығымызды ақ пен қара кунжутқа араластырып аламыз да табаға салып пісіреміз. 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Міне балығымыз дайын болды. Менде гарнирге көкөністер. Балығымыз өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.